қазіргі жастардың өзі медицинаға келіп, бірақ басқа салаға кетіп қалатын жастарды өте көп көріп жатырмын. Өйткені медицинаның өзі бұл үлкен жауапкершілік қой. Иә, енді медицинада жауапкершілік бірінші кезекте дәрігердің мойнына жүктеледі. Біз әрбір науқастың денсаулығы үшін біз жауаптымыз. Өйткені біз дәрігерлік біліміміз бар. Біз соған жаңағы науқасына байланысты дұрыс көмек көрсетуіміз керек. Ол жаңағы мына науқас больницаның, емхананың табалдырығын аттады ма, сол жерден басталу керек ол көмек. Бірінші кезекте мына регистратура дейді ғой, тіркеу орнынан басталу керек. Ол келіп тұрған науқас, ол ауырып тұр. Ал регистратурада отырған жаңағы регистратор, ол оған жаңағы қабағы түйіліп, зірк-зірк етіп, жауап беріп тұрса, ол өзі ауырып тұрған кісінің көңіл күйі қандай болады? Медицинаға келген әрбір адам, осы салаға мен қызмет етем деп саналы түрде келген адам, ол бірінші кезекте мамандықты сүю керек. Екінші кезекте пациентті жақсы көру керек. Бір жағынан салқынқандылық та керек па? Бұл жалпы міндетті түрде. Міндетті түрде. Егер салқынқандылық болмаса, сіз дұрыс шешім қабылдай алмайсыз.